Бисмиллахуммассалям амма ба'д. Құрметті қажекелер, Алла Тағала қажылығымызды қабыл етсін. Міне ұзақтан күткен, жылдап күтіп жүрген сәтімізге жеттік, Аллаға шүкір. Алла қаласа санаулы күнде сол үлкен қажылықтың маусымы басталады. Бірақ біздің кеше түнде жасаған умра қажылығымыз бұл үлкен қажылықтың алдындағы Алланың бізге берген өте үлкен сыйы бұл. Мына Мекке қаласын осыдан-ақ білсеңіздер болады. Бұл қалаға кім қандай жұмыспен келмесін, мына киіммен кіре алмайтын қала. Сол себеп біз кеше ихраммен кіріп, сөйтіп Аллаға шүкір, Алла сәтін салып кеше умрамыз жасап алдық. Бірақ негізгі қажылық мынау сәт әлі басталған жоқ. Міне санаулы күнде Алла қаласа қайттан кешегі ихрамымызға кіріп үлкен қажылық басталады. Бұл енді өмірімізде бір мәрте жасауы парыз болған амал жасауға келдік. Ол үлкен қажылық. Мына үлкен қажылықтың алдындағы енді осы жасап жатқан амалдарымызды жалғастыра берейік. Қандай амал? Ол Кааба. Бүгінгі дәріс сол Кааба жайында болады. Бұл Кааба бұл исі мұсылманның құбыласы. Біз мына жерде арабтардың еліне келген жоқпыз. Біз Құранда Алла айтқан Каабаға келдік. Бұл Кааба бұл бәрімізге ортақ. Яғни бұл арабтардікі емес бұл. Бұл Кааба жердің кіндігі деп айтылады, жердің дәл ортасында тұр екен. Егер мына жақта тұрса, мына жақтағылар алыс болып кетеді. Мына жақта тұрса, мыналар алыс болып кетеді. Бұл ортада тұр. Мына жағында, мына жағынан да жер дөңгелек, былай жүрміз ғой. Онда сол Каабаны біз елімізде өте ұзақта едік. Алла субхана тағала біз жақындатып Каабаны дәл алдына алып келдік қазір. Сонда Каабаны алдына келген кезде сезініңіздер, бүткіл әлем сенің артыңда тұр. Яғни Кааба мен Қазақстанның арасында көптеген мемлекеттер тұрды. Солардың үстінен ұшақпен өтіп кеше Каабаның алдына келдік. Сонда біз осыған дейін құблаға жүзденіп Аллаху акбар деп такбир алатын едік та, сөйтіп көзіміз қайда тұратын еді? Көз төмен қарап тұратын сәждеге. Неге? Ары бері қыбырлаған, жыбырлаған адамдарға көзіміз түсіп кетсе, намазда ойымыз бұзылып кетпесін деп. Ал Каабаның алдынан келген кезде Каабаға қарап тұрып такбир аламыз, Аллаху акбар. Каабаға қарап тұрып намаз оқимыз. Сәлем береміз де Каабаға қарап тұрып дұға қыламыз. Сұрау Алладан, бірақ кімнен сұрап жатырмыз? Алладан сұрап жатсыз. Бірақ қасиетті Каабаның алдында сұрап жатсың. А енді Каабаға келетін болсақ, бұл Кааба қашаннан бері бар деп сұрақ қойылса, жауабы жер жаратылғаннан бері бар бұл Кааба. Қашаннан бері бар екен? Кейде сондай сұрақтар бар ғой. Осы жер әлемінде тарихы терең не нәрсе деп сұраса, біреу пирамиданы айтып жатыр, біреу Қытайдың қабырғасын айтып жатыр, әртүрлі. Жарайды, енді ол біздің тарихпен есептегенде жарайды, ол ұзақ пирамида деп айтамыз. Бірақ жері жаратылғаннан бері қалатын болса, оның бәрі бер жақта болып есептелінеді. Тарихы терең Каабаны айтыңыздар. Қашаннан бері бар десе, жауабы қалай болды? Алла субхана тағала жерді жаратты, содан бері Кааба бар. Міне, басында бір періштелер соқты, кейін ол құммен жабылып, ғасырлардан кейін, бірнеше ғасырдан кейін сондай болып қалды. Ибрахим заманы келген кезде Алла Тағала оның орнын көрсетіп, қайттан соқты оны Каабаны. Қараңыздар. Оны дәрісте және жалғастырам. Демек, сол Кааба бұл мұсылманның құбыласы. Осы Кааба мынау Меккедегі мешітте кіріп намаз оқыдым дегенше 100 мың ракағат сауап алады екенбіз, хадис бойынша. Неше мың ракағат? 100 мың. Алла берсе үлкен қажылығымызды аяқтап Мәдинаға барамыз иншалла. Пайғамбарымыздың мешітінде намаз оқысаңыз 1000 ракағат сауап аласыз. Хадис бойынша. Ал үшінші орында ол Ақса мешіті. Палестинадағы. Ол 500 ракағаттық сауап деді хадисте. Ондай сауабы өте үлкен қай мешіт екен? Міне,
Меккедегі харам мешіт. Не үшін? Ол жерде Кааба тұрғандықтан. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағаланың сол Каабаға 120 рахматы түсіп тұр дейді. Қанша рахмат? 120. Біз Алла тағаланың бір мейіріміне мұқтажбыз бауырлар. Яғни Алла тағаланың бір рахматына мұқтажбыз. Яғни Расулullah хадисте айтты, ешкім амалымен есептесе, ешкім жәннатқа кіре алмайды деген. Кейін Айша анамыз, я Расулullah, сізде ма деген кезде, мен де кіре алмаймын деді Расулullah. Яғни Айша анамыз айтып жатыр, жарайды, бізді қойыңызшы. Расулуллahның амалын біледі ғой, Айша анамыз қандай құлшылық қылатын ол кісінің. Яғни сізде амалыңызбен кіре алмайсыз ба дегенде, мен де кіре алмаймын деді Расулullah. Қалай кіреміз деген кезде, Алланың рахматымен кіреміз деді. Осы Каабаға Алланың 120 рахматы түсіп тұр дейді Расулullah айтады. Сол 120-ның 60-ы, қараңыздар, тауафта жүргендерге беріледі дейді. 40-ы сол жерде намаз оқып тұрғандарға беріледі деді. 20-сы қарап тұрғандарға беріледі Каабаға. Сонда Каабаның алдына барып алып, телефон қарап отырмауымыз керек та. Қайда қарау керек? Көз? Көз Каабаға қарау керек. Тауаф, жаңа айтқан 120-ның 60-ы сол тауафта жүргендерге беріліп жатыр. Біз сол үшін келдік мына жерге. Сол тауафты істеуіміз керек, оны алып кету керек. Артық уақытыңыз бар ма? Тауафқа кіріңіз. Тағы да бір күш-жігерің бар ма? Тауафқа арнаңыздар. Бәлкім марқұм болған аруақтардың атынан да тауаф жасауға болады. Бір тауаф 7 айналымнан тұрады. Неше айналымнан тұрады екен? 7 айналымнан. Яғни сағатты белгілеп алып, 1 сағат айналып жүре бермеңіздер. Ол 10 минут уақытым қалды аяқтауыма. Ана фитнесте болады ғой, сағат белгілеп қойып жүгіретіндер. Сол сияқты емес. Тауаф 7 айналымнан тұрады. 7 айналым біткеннен кейін, кеше сызықтан басталады, өшен аяқталып отырады. Сөйтіп шығасыз да, 2 ракат намаз оқитын уақыт болса, намазыңызды оқып, дұғаңызды айтып, сол тауафты марқұм болған атаңыздың атынан, әкеңіздің атынан бағыштай аласыздар. Дәл сол сауап сол кісілерге беріледі. Сізге де дәл сондай сауап жазылады. Ал тауапқа кіргеннен кейін Сафа Маруаға барып, шаш қиғызып, ихрам ашып жүрмеңіздер. Бұл бәдәл омра немесе омра жасап жатқан адамдар істейді ол амалдарды. Ал тауапта жоғарғы этажда мына киіммен тауап жасап жүресіз. 7 мәртеден кейін істейсіз. Бір тауап бітті, тоқтайсыз. Және тауапта жүрген кезде мүмкін 2 айналымнан кейін, немесе 3 айналымнан кейін дәрет қыстады ма, немесе бір үзір жағдай болып, бөлмеге келу керек болды ма, шығып кете беріңіздер тауаптан. Бірақ біліңіз, сіз ол тауапты қайтадан жалғастырып, кеткенге шейін аяқтап кетуіңіз керек. Мүмкін бүгін бітпей қалды, 3-ші кругта кеттің сен бөлмеге. Ертең қайтадан 3-ші кругтан бастап жалғастырасыздар. Басынан бастап емес. Мысалы намазда, намаз бұзып кетсе қайтадан басынан бастаймыз ғой. Ал тауап ондай емес. Тауапты нешінші айналымда кеттіңіз, кейін қайттан сол айналымнан бастап жалғастырып, аяқтайсыздар. Артықы болып қалмасын. Кейде 7 мәрте емес, артығымен бола берсін деп 8 мәрте айналып кетпеңіздер. Сіз бір тауапты бітіріп, екінші тауап басталып кеткен адам болып есептелініз, егер 8 мәрте айналып қойсаңыздар. Демек, сіз әрімен қарай тағы неше мәрте айналып уәжіп болады сізге енді? 6-ы мойнында қарысың сен. Сол үшін кәдімгідей санап жүріп, 7 болып жүру керек. Әр 7-де бір тауап тоқтап есептелінеді. Көрдіңіздер ма? Кеше көрдік, мынау Кааба, бұл жаңа айтқандай басында кім соққан екен бұны? Періштелер соққан екен. Кейін мынау Африка құрлығында жүрміз қазір. Бұл құмды жер болғандықтан бір уақыттарда сол құммен көміліп Кааба көрінбей қалған. Ибрахим алейхиссалам заманы келгенде Алла тағала оған орнын нақты білдірді қай жер екенін. Сөйтіп Ибрахим баласы Исмаил екеуі Каабаны қайттан тұрғызды бұлар. Кеше анау шыныдан өттік қой айналып. Сол шынының ішінде не тұр? Ибрахим пайғамбардың аяғының ізі, топырақпен соны анау вакууммен бұлар бұзылмайтындай қылып сақтап қойып қойған. Бұл енді тарих енді, ғибрат былай көруге болады. Бірақ кейбір адамдар оны байқасаңыздар, ана шыныны жағып, үстіне жағып, алаған табыны бірдеңе қылып жатыр. Оның ешқайсысы дұрыс емес. Ол ширк деп айтылады. Яғни Алла тағалаға серік қосу ол кешірілмейтін күнә, Алла сақтасын. Біз сауап аламыз деп келіп,
не алып қайтпайық? Күнә, Құдай сақтасын. Ол шынның ішінде не бар? Ибрагим пайғамбардың аяғының ізі ғибрат, былай тарих ретінде қара салып қарауға болады. Бірақ оны табынып кететін нәрсе емес ол. Тіпті Кағбаға табынып кетуге болмайды. Кағбада қолыңызды тигізіп тұрып, Кағба ешкімге айтпаған сырымды саған айтайын деп әңгімені жіберіп тұрмаңыздар тұрып алып. Сыбырла басын тигізіп алып. Жоқ. Мынау тілегіңізді Кағбаға айтпаңыз. Кімге айтыңыз? Аллаға айтыңыз. Яғни Кағбаның алдында дұғаң қабыл болатын қасиет жерде жүрістер дұрыс. Ал бірақ тілек, дұға, мінәжат, сұрау, қажеттілік бәрі құлшылық кімге ол? Ол Аллаға ғана болады. Сөйтіп Ибрагим пайғамбар, Исмаил баласы екеуі сол Кағбаны соқты, тұрғызылды. Сөйтіп арада жылдар өтіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әлі пайғамбарлық жасқа жетпеген Расулда, сол 30-дың шамасы жақындаған кезде пайғамбарымызға, әлі пайғамбар емес, пайғамбар неше жаста келді? 40 жаста. Пайғамбарлық 40 жаста келді Расуллаға. Сол 30 жас шамасын жақындаған кезде, кеше көрдіңіздер ме, Кағба ойда орналасқан. Мына біздің жермен барғанымыз Кағбаның алдында ол екінші қабат болып көрініп тұр. Бір қабат және төменге түстік қой кеше, байқадыңыздар ма эскалатормен. Кағба ойда орналасқандықтан, мына Меккеде жауын шашын болып, су жиналып, пайғамбарымыздың сол пайғамбарлық келуіне 10 жыл алдын қабырғалар жарылып кетті. Сөйтіп, Мекке мына ақсақалдары бәрі жиналып, бұлар үндеп айтты. Адалдан тапқан ақшаларыңызды ғана ортаға жинаңыздар, арамнан тапқан миллиондарын қажет емес деді. Құдайдан қорқыңдар деді. Кімде қандай адал ақша бар, ортаға міне деп бұлар жинау болды. Сөйтіп бұлардың жинаған ақшасы осы кішкентай Кағбаның пошымынан жетті. Ал Ибрагим алейхиссаламның соққан Кағба қандай еді ол? Ол үлкен еді. Кеше көрдіңіздер ме, алды бұнан да арқа сияқты жасап қойған, Кағба бер жақта қалып кетті. Сөйтіп ананың орнын бүйтіп қоршау белгі жасап қойды бұлар. Ал негізінде Кағба алдын үлкен болған. Бұл да Алланың рахматы. Пайғамбар алейхиссалам заманында одан бермен қарайды, Кағбаның есігі ашық тұратын еді. Осылай қажылыққа келген кісілер Кағбаның ішіне кіре алатын, ішіне кіріп намаз оқи алатын. Кағбаның ішіне кірген адам қай жақ қарап намаз оқиды, қалай ойлайсыздар? Жерге қарап. Жерге қарап. Любой жерде. Демек Кағбаның ішіне 4 жігіт бірден кірсеңіздер, 4 жақ қарап оқып тұрса да, 4-інің намазы да дұрыс. Ал Кағбаның сыртындағы адамдар қай жақ қарап оқу керек намазды? Яғни Кағбаның сыртындағылар Кағбаға қарап оқу керек. Кағба мына жағындағылар мына қарап Кағбаға, Кағба мына жағындағылар бері қарап Кағбаға деген секілді. А Кағбаның ішіне кіріп кеткен адамдар 4 жақ қарап намаз оқып тұрса да, намаз дұрыс болып есептелінеді. Кағбаның іші ғой ол. Бірақ қазіргі күнде ол Кағбаның ішіне адамдар кірмейтін қылып жауып тастады. Оған тек қана осы елдің патшаның шақыртуымен келген адамдар ғана арнайы кіретін қылып қойды бұлар. Қалған кезде жауып тұрады. Сонда қарапайым бізбен сіздер секілді қажылар Кағбаның ішін кіріп көргіміз келеді. Солай ғой. Енді бұл да Алла рахмат деп жатыр ғұламалар. Жаңа алдындағында белгі бар ғой, белгі. Осының бүйірінен есік жасап қойған. Мына жақта иемен бұрышынан бастап адамдар кезекпен кіріп жібереді, жаңа нелер сақшылар тұр ана жерде. Бір 20-30 адамдар сиеді ана ішіне. Сөйтіп шығарады, қайтадан жаңадан кіргізеді. Кейін мияқ жауап ар жақтан әйел кісілер жібереді. Кезекпен кезек сол арқаның ішінде намаз оқып жатыр адамдар. Ол кісілер жаңағыдай Кағбаның ішіне кірген адам болып есептелінеді. Міне Кағбаның. Демек, сол қасиетті Кағбаның алдында айтатын мінәжат, дұғаны, тілек бәрін айту керек. Кімге айту керек бірақ? Алла субхану ва тағала айтуымыз керек. Біздер міне келуге нәсіп етті ма, енді жанымызбен, тәнімізбен
сол Кағбаның жанында жүрейік. Бір екі жігіттің мысалын келтіреді. Бір екі кәсіпкер жігіт осылай қажылыққа келеміз деп ниет қылып жүргенде, сөйтіп біреуі қалып қойыпты бір себептермен байланысты. Дәл осылай келетін кезде елде қалу керек болған қалып қойыпты. Біреуі келеді. Анау келуіне келіп алып, Кағбаға былай қолын тигізіп тұр дейді да осылайынан. Бірақ жан ауылға кетіп қапты. Бүгін мынау сезон еді, ана товар келді ме екен, ақша түсті ме түспеді ме, анау қалай болып жатыр, мынау жұмыс қалай болып жатыр екен деп, ойдың бәрі қайда кетіп қалған? Сол ауылда, сол сауданың ұяқ бұяғында жүр дейді. Дене қайда тұр бірақ? Тән Кағбаға жабысып тұр дейді былайынан. Ал дәл сол сәтте ана келе алмай қалған досы бар ғой. Ол сол кезде саудада тұр екен, ақша сатып алып. Ол тән ауылда жүр, жан осы жақта жүр дейді. Мен тұрысы мынау ақша санап, ана досым дәл осы сәтте Кағбаның жанында құлшылық қылып жүрген шығар, қандай бақытты деп қызығып ойың бар мына жақта дейді. Анау келуіне келіп алған, жан қайда кетіп қалды? Осы екеуінің қайсыныкі дұрыс болып жатыр десе, анау келе алмай қалғандікі дұрыс болып жатыр дейді. Яғни тән емес, жан есептелінеді бұл жерде. Яғни жүректегі нәрсе есептелінеді. Сол үшін біз келдік па, Алла нәсіп етті ма, тәнімізбен де, жанымызбен де Кағбаның жанында жүруіміз керек. Елдегі жұмысты енді кішкене қоя тұрыңыздар. Қазір оған араласа бермеңіздер. Қасиетті жерде жүріп, оны Аллаға тапсырып келдік біз. Бала шағамызды, жұмысымызды бәрін Аллаға тапсырдық, болды. Алла жетерлі. Қазір алаңда мына жақта жүріп, ана Кағбаның жанында телефон алып, жұмысқа араласа бермеңіздер. Мүмкін сіздің кесіріңіз тиеді қазір жаққа. Яғни қасиетті жерде жүріп, дүниеге қазір араласа берсеңіздер, мүмкін Алла оның баракатын алып қояды да. Бәлкім сіз бұл жерде оған дұға қылыңыз. Алла елдегі кәсіпке Алла баракат бер, Алла өзіңе жар бол деп құлшылықпен болайық. Жанымызбен де, тәнімізбен де. Сол кезде не болады? Сол кездегі мынау сырттағы жұмыстарымыздың баршасын Алла берекелі қылып қояды екен. Не істеп қояды екен? Берекелі қылып қояды екен. Енді сол Кағбаның, демек пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұрған 120 рахматтың 60-ы қайда түсіп тұр дейді? Кағбаға. Кағбаны бұл айналып атқан айналымда таваф деп айтылады. Мен жаңа айттым. Бір тавафта неше айналым бар екен? 7 айналым бар екен. Бұл тек қана жерде емес. 7 қабат аспанмен қосып періштелер айналып жатыр. Біздерге қазір күнде әр жылы немесе бір жылда бірнеше мәрте келуге мүмкіншіліктер бар осы жерлерге. Періштелердің көпшілігін осыдан ақ білсеңіздер болады. Яғни жерге тавафқа бір мәрте келген періште екінші мәрте келуге оған кезек болмайды екен. Оған кезек болмайды. Қиямет басылып кетеді оған шейін. Яғни әлі кезекте тұрған не деген періштелер күтіп отырғаны. Сол аспан қабаттағы 7 қабатпен қосып періштелер не істеп жатыр оны? Таваф жасап жатыр. Енді қараңыздар. Демек Кағба бұл қастерлі, бұл исі мұсылманның құбыласы. Жаңа әжелеріміз айтқандай, құбыла қарап аяғыңды созба, әдепсіздік қылма. Бұл не үшін десе, бұл Кағба ғой мына жақта. Бұл құбыла осы жақта ғой дейміз ғой. Демек Кағба мұсылмандар үшін не екен? Бұл құрметті екен. Солай ғой. Енді сіздерге айтайын, өткен жылы сол Кағбада бір сәбидің жаназасы болды. Сәби бала. Солатул аля тифл деп айтты да. Яғни кішкентай бір сәби балаға жаназа оқимыз деді. Намаздан кейін қатысып жатсыздар ма жаназаға? Таваф екі жағдайда тоқтайды. Біріншісі кәдімгідей 5 мезгіл парыз намазда тоқтайды. Бәрі періштелер сапқа тұрады. Екінші жағдай жаназа намаз оқылатын кезде таваф тоқтайды. Сонда 7 қабат аспанмен қосылып, анау кішкентай сәби баланың құрметі үшін таваф тоқтап тұр ғой. Мұнымен айтқым келгені, адамның, яғни мұсылман адамның қадірі ол тавафтан жоғары. Яғни Кағбадан да жоғары.
Қараңыздар. Және қайталап айтамын. Каба біз үшін қастерлі. Біз оны құрметтеп тауып айналып жүрміз. Бірақ жанымызда жүрген адамдар, біліңіздер, әрқайсыларымыздың абыройымыз Кағбадан да жоғары. Алла Құран кәрімде «Валақат каррамна бани адам» дейді. Алла айтады, адам баласын құрметтеп, ардақтап жаратқанбыз дейді Алла. Не дейді Алла? Адам баласын ардақтап, құрметтеп жаратқанмын дейді. Сол құрметті болған адам баласының Кағбамен салыстырғанда, Кағба адамның алдында жай ол. Ғұламалар айтады, бір мұсылманның абыройы төгілейін деп тұр, немесе есесіне Кағбаны бұзу керек. Қайсысы екен бір өзі? Ғұламалар бір ауыздан шешім айтқан, Кағба бұзылсын, мұсылманның абыройы төгілмесін деген. Сонда мұсылманды біздер кейде адамдар, жанымыздағы достарымыз, көршілеріміз, білмеймін, жұмыстағы әріптестерімізді кейде жеңіл санап, былай нұқы жере саламыз, айта саламыз, оны төмендете саламыз. Сөйтеміз бірақ Кағбаны қастерлеп жүрміз де қазір. Мен қасиет жерде жүрмін деп. Дұрыс, және айтам, Кағба қастерлі. Оған күмән жоқ ешқандай. Бірақ адам ше. Адамның қастерлігі, оның құрметтілігі одан да жоғары екен да. Сонда жанымыздағы адамдарды не істеуіміз керек біздер? Кағбаны құрметтегендей, адамның баласын одан да қатты құрметтеп жүрміз керек. Адамның баласын. Міне сол кезде біздің нағыз мұсылман деген атымызға лайықты жүрген адам болып есептелінеміз. Мұсылман деген. Мынау Абу-Лайс әс-Самарқанди деген ғалым айтады өзінің кітабында. Алла Тағала үш нәрсені мынадай үш нәрсеге жасырып қойған дейді. Біріншісі, Алла Тағала өзінің разылығын құлшылыққа жасырып қойған дейді. Қайда жасырып қойыпты? Құлшылық. Демек, құлшылық деген үлкен тақырыпқа бір тоқталамын дәрісте иншалла. Демек, Алланың разылығын іздеп жүрміз баршамыз. Алланың разылығы тек қана не деген ол? Алланың разылығы құлшылықтың артында жасырынып тұр дейді. Сен сол құлшылық есікті қаға бересің осылай, намаз арқылы, ораза арқылы, қажылық арқылы, бірге көмектесу арқылы, соның артында Алланың разылығы тұр дейді иншалла. Намаз оқымасам да дегенді алып тастаңыздар. Намаз оқымай, демек Алла разылығына жету қиын саған. Шын Алланың разылығын іздеген адам болсаң, онда құлшылықпен айналыс. Абайдың айтып тұрғаны сол. Ақылды адамға не парыз дейді? Иман парыз. Имандығы не? Құлшылық парыз деген. Сонда екіншісі, Алла Тағала өзінің қаһарын, қаһар деген Алланың ашуы. Біз Ар-Рахман, Ар-Рахимді көп айтамыз. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим деген аса қамқор, ерекше, мейірімді, рахымды Алла. Бірақ Алла Тағаланың 99 көркем есімінің ішінде Ар-Рахман, Ар-Рахиммен бірге Әл-Қаһар да бар. Әл-Қаһар деген Алланың ашуы. Алланың ашуы күнәнің артында жасырып қойған дейді ол кісі айтады. Қайда жасырып қойыпты? Күнә. Демек, міне, иншалла осындай Кағбаны көріп, қажылыққа келуді нәсіп етті Алла. Енді демек, құлшылықты жақсылап, белімізді буып, жақсылап соны алып қайтуымыз керек елімізге. Және күнә деген нәрсенің бәрін осы жерде удалить етіп, мусорға тастап кету керек. Темекі, наша, насыбай, не бар, бәрін тастап кетіңіздер. Оның бәрі арам болды. Ләббайк Аллахума ләббайк деп кеше тәлбие айтып келдік. Осы аузымызды енді былғамайық. Темекімен, ғайбатпен, өтірікпен, наша шегумен, тағы басқамен ауыз не істемеңдер? Былғама. Өйткені тәлбие айтып қойды бұл ауыз. Күнәні қайталай бермеңіздер. Күнәнің артынан не жасырып тұр дейді ол кісі? Алланың Әл-Қаһары жасырып тұр. Яғни Алланың ашуы бар. Алланың ашуына кеп қалма. Қазақ не дейді? Құдай бір айналдырмасын, бір айналдырса шыр айналдырады дейді. Алланың қаһарынан ұшыраған қауымдар солар. Құдай сақтасын. Алланың ашуы бұл күнәнің артында тұр дейді. Үшіншісі, Алланың вәлилері бар дейді. Вәли деген бұл дос. Алла Құранда вәлиулла деген. Яғни Алланың жер бетінде достары бар, таңдаулы өзінің достары бар дейді Алла. Оны қазақта әулие деп айтады. Сол
Үшінші жасырғаны Абу-Лайс ас-Самарқанди айтып жатыр бұл әңгімені. Алла өзінің достарын адамзатқа жасырып қойған дейді. Қайда жасырып қойыпты? Адамзатқа. Мүмкін сенің жағыңдағы мен сенбей жүрген қол астындағы жұмыскер мүмкін әулие болшы. Мүмкін көршіңіз, мүмкін тағы басқа біреу. Демек, кім болса ол болсын, адамның баласы ма, біз оны құрметтейміз. Мен жаңа айттым ғой, Кағбаны құрметтеп жатырмыз ғой. Бірақ адамның баласын одан да қатты құрметтеу керек. Оның хақысын жемеңіз. Біреуді налынтпа, біреуді жылатпа, біреуді лақтырма. Өйткені сен оны қазір лақтырсаң, ол қолын жайып тұрып, Аллаға жалбарынып, сен туралы шағымдан дұға қылса, жағдайың қиын болады. Неге? Жаңа айтқандай, мүмкін Алланың досы болып шығуы мүмкін де әулиесі. Түсінесіз ба? Сол үшін бізге ең тыныш вариант не істеуіміз керек? Әрбір апа келесі жаққа. Әйелдер жағынан. Не істеу керек? Әр қайсысымызбен адамның баласымен істейік одан көрі жақсы болайық. Яғни, ассалаумағалейкум деп амандасамыз ғой. Енді қанша уақыт сөйлессек те, бұлай одан ажырап кеткен кезде әр қайсысымыз адамдардың жүрегінде бізге деген жақсы ой қалдыру керек. Ертелі кеш біз туралы қайтыс болғанымыз сол адамдарға жетеді. Өмірден өтіп тана пәленше деп. Сол кезде ол көзіне жас алып дұға қылатындай болсын сізге. Алла рахматын алсын. Қажылықта бірге болған едім. Жұмыста әріптес болып бірге істескен едік, сапарда бірге болған едік, көрші болып тұрған едік деген секілді адамдар бар да, адамдар араласқан екен. Ай, жүрген бір қан шерет, ай, Құдай алыпты ғой деп моқтап тұрмасын біздерді біреулер. Бәлкім біздің хаққымызға не айтсын олар? Дұға ететіндей өмір сүріп кету керек. Біздер кейде ойлаймыз, бір кездескен адаммен тағы да кездесе береміз деп ойлаймыз да. Мұны қазір қажылықта, тауафта жүрген осы адамдар, бұлармен Алла нәсіп етсе жәннатта бірақ көрсеміз енді көбісімен. Өткен ертең үлкен қажылық біткеннен кейін біз мына жаққа қарап кетеміз, олар мына жаққа қарай кетеді, әлемнің жан-жағына кетеді бәрі. Олармен ақыретте бірақ көрсеміз енді. Ертең жәннатта иншалла көрісіп қалсақ та, ана айтып тұрмас да, сен мен аяғын басып кеткеннен ғой баяғыда деп. Бәлкім оларға не, олардың көңілінде жақсы сезімде қалайық. Өз кейде біздер бірдеңені жұлып алу, тартып алу, осы қатырамыз өші. Өткен бір группада жасайдың жасап алып кейін сұрайды ғой негізінде. Негіз бірінші сұраңыздар істейтіміз сол ғой. Жоқ, бізде бірінші жасаймыз, кейін сұраймыз. Жаңа бір жігіттер менен кеп сұрап жатыр. Жаңа талаптарын біткенде қара тастың алдында тасты сүйеміз деп сонымен жаңа таласып кіріп атқан ғой енді. Сөйтіп жүрген кезде жаңа біреудің ихрамы түсіп кеткен ғой. Ішінде оранып жүрген. Кеше көрдіңіз ғой ана жерде не болып атқан. Ихрам түсіп кеткен. Сөйтіп жанында басқа ол менің ихрам деп тұрған кезде, мына ихрамды алып қойды ғой деп анан ихрамына жабысқан ғой бұл үшін. Мен ішінде ихрам сен. Бірақ екеуі де бір-біріне тіл білмейді, айта алмайды. Сөйткенде оның аржағында екі досы бар екен, ол үшеу болып мынаған ұстасқан. Бұған мына жақта екі жігіт қосылған, осымен арқан тартыс болған ғой қара тастың алдында. Бірақ бізде ондай тартып алу деген қатырамыз ғой. Ана біздің үш жігіт жұлып алыпты, ана неше адам тұрғанына қарамастан жұлып шыққан ғой қарай. Мыналар қуады ма? Біздің ихрамға неғып жабысып жатыр деп. Сөйтіп ана ихрамды оранып алып, бұлар қара тасты үйтіп сүйіп, бірнеше уақыттан кейін сыртқа шықсақ дейді. Ана үстінде орап жүрген өзінің ихрамы оралып астына түсіп кеткен екен да. Астындағы изар бөлек оралады ғой. Астына түсіп кеткенін білмеген бұл. Сөйтіп ана біреудің тартып орап жүрген екен ғой бұлар. Қарасақ дейді, өзінің салбырап, шұбатылып, ихрам жүрді аяғым астында дейді. Сол кезде бар түсіндік дейді, біреудің ихрамын не істеген бұлар? Тартып алған ғой. Ойбай енді, ана танымайды. Кім екенді білмейді, адресін білмейді, телефон кім ол? Білмейді. Сөйтіп үшеуі келіп маған келіп сұрап жатыр. Сол не істейміз дейді. Мен айтам, өмір бойы ана кісінің есінде қалдым ғой үшеуің деймін да. Білмеймін, бір Қытай ма, бір көз сығырайған біреулер жаман күшті екен, ихрамымызды тартып алды деп, не ойлады екен деймін да анан. Сендер қызықсыңдар ма деймін ғой. Енді бір
жаңа ихрам сатып аласыңдар да сол кісінің атынан деп садақа қылыңдар. Мүмкін ертең қияметте ол деланы көтерсе осыдан, мүмкін осыны айтасыңдар, Алла, біз білмей қалдық енді. Кейін артынан осы кісіге сауап болсын деп бір жаңа деп мүмкін айтасыңдар деп сондай жолдарын айттық та жаңа жігітке. Сол үшін айтарым, демек әр адамның көңілінде біз не қалдырайық? Жақсы ойда қалдыру керек. Яғни бәрі Алланың шақырған қонақтары келіп тұрып жерде, оларға не? Жақсы ой қалдырайық. Демек, сол Кааба бұл қастерлі, бірақ Каабаның жанында жүргені бар, сыртында жүргені бар, елде жүргені бар. Адамның алдында екеуін салыстырғанда қайсысы қастерлі болып кетті? Адамның баласы. Өйткені Алла Құранда «Уалақат каррамна бани адам», біз адам баласын құрметтеп, қастерлеп, ұлықтап жараттық деген сол. Шаш тырнақтарыңызды көміп қойыңыздар дейтініміз сол. Аяқ асты жатпасын. Өйткені аяттың ішінде, адамның ішінде бұл шаш тырнақ бәрі сол жерде тұрды. Мына демек Мекке бұл сол Каабамен ұлық жер екен. Сол Кааба болғандықтан мына мешітте қазіне 100 000 ракағат сауап осы жерде тұр. Сол сауаптарды жинап алсын, мол сауабын жинап алсын деп Алла Субхана ва Тағала біздерді шақырды. Біз оны істеуіміз керек, жинауымыз керек. Мынау қарасаңыздар, Меккенің сыртын бәрі сахара, құмдалы. Ала берсе, Мәдинаға баратқан кезде көресіздер. Меккедегі ең сұлу әдемі ол Кааба. Мәдина қаласындағы ең әдемі орын ол пайғамбарымыз мешіті. Сырты, мына тастарды көріп жатсыздар ғой кәдімгі. Ешқандай тал өспейтін, орман өспейтін, осындай тау тастар. Енді сіздерге қараңыздар, сұрақ. Біздің еліміздегі мынау Көкшенің даласын, Арқаның даласын, немесе Алатаудың бөгін қарағаймен қаптап, орман жасап берген кім? Анау Австралияның сарқырамаларын не деген табиғатты жаратқан кім? Алла ғой. Қалай ойлайсыздар? Құранда Алла өзі Макка деп келді. Екінші бір аятта Б-мен келген, Бакка деп келген. Өзінің мақтап тұрған Мекке қаласын неге жұпынық қойған Алла? Неге табиғатпен мынаның бәрін, таудың бәрін қаптап, сарқырамаларды ағызып қойып, не деген табиғат қылып қоюға Аллаға қиын ба, қиын емес па? Қиын емес қой. Бірақ мынандай жұпыны дала ғой мына жер. Десе, ғұламалар айтады, мүмкін, бұның хикметі дейді, мүмкін дейді. Бұл екі қалада қолшылық қылатын қала. Мекке қолшылық қаласы. Қараңыздар. Неге десе, егер жаңағыдай мына таулары табиғат керемет боп, жаңағыдай боп безендіріліп тұрса, біз елге Каабаны емес, нені айтып қайтатын едік? Табиғатын жырғып айтатын едік. Ой, ана жерде фотоға түстің ба, ана жерде сарқырамасын көрдің ба, мына таудағы мынадайды көрдің ба, ананы көрдің ба деп айтайын десек түк жоқ. Не ғана бар Меккеде? Каабадан басқа түк көріп тұрғанымыз жоқ. Енді Алла қуат берсін, елімізде қаншама кәсіпкер азаматтар Алла разылығы үшін деп ақшаларын салып, мешіт салғаны бар, салып атқандары бар, салайын деп атқандары бар. Алла күш қуат берсін. Алла оларға қасыр жәннаттан нәсіп етсін. Пайғамбарымыздың сөзі бұл. Кім Алла разылығы үшін мешіт соқса, жәннатта оған қасыр беріледі деген Расулла. Сол мешіт, бірақ алтынмен аптап, күміспен қаптап салып қоюға жағдайы бар жігіттер бар. Мұнаның бәрін бриллиантпен, мұнаның бәрін жасап тастаймыз дейді. Бірақ шариғат рұқсат бермейді. Жоқ дейді. Мешіт жұпыны болсын дейді. Мешіт жарық болсын, таза болсын, кілемі жақсы болсын. Не үшін десе, мешіт бұл сәжде қылатын, құлшылық қылатын орын ғой. Намазда тұрған кезде, намазда ойды шалғыртпау үшін. Мешіт жұпыны болсын дейді. Сол секілді Мекке, Мәдинада демек Алла Тағала жұпыны қойған дейді. Бізді ойымызды істемеу үшін, басқа нәрсеге алаңдап, бұлай лағып кетпеу үшін. Меккеде демек ең қасиетті орында жүрміз Кааба болғандықтан, сол Каабаны көзімізбен көруді Алла нәсіп етті. Бұл Каабаға бүткіл пайғамбарлардың қараған нүктеге қарап жатсыздар.
Сіз Кағбаға қараған кезде сезінейік. Сіз қарап тұрған нүктеге бүткіл пайғамбарлар сол жерге қараған. Бұл көз шежіресі кетті пайғамбарларға. Жаңа айттым ғой, адам пайғамбардан басқа бәрі көрген бұл Кағбаны. Бәрі тауып жасаған бүткіл пайғамбарлар. Сол пайғамбарлардың шежіресіне біздің көру нәсіп еткен екенде, біз де қарап жатырмыз сол нүктеге. Көрдіңіз ба Кағбаға? Міне сол Кағбаны көріп тұрып, ол жерден ғибрат алу керек. Яғни сезіну керек. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі Кағбаға қарап тұрып қаншалық дұға қылған еді Расулалла. Дәл сол пайғамбарлар, сахабалары қараған нүктеге арада ғасырлар өтіп, сіз келіп тұрсыз қазір. Сізге Алла нәсіп етті, қарап тұрсың адаған. Оны істеу керек енді. Демек, соны өзімізге ғибрат қылып алу керек. Соны сезінуіміз керек. Алла берсе, ертең қажылықтан қайтқаннан кейін біздер елде дәл осындай құлшылық алаңында жүрген секілді елде солай жүруіміз керек. Яғни, ғұламалар айтады, құлшылықтан кейін маслихат деген мәселе бар. Міне Рамазан жақы өткенде 2 ай алдын ғана бітті ғой. Анымен дегенше, міне ораза айт пен құрбан айттың арасы 2 ай ғой енді. Міне соған анымен дегенше 2 ай өтіп кетті қазір. Рамазанда біткеніне. Ал ғұламалар айтады, құлшылықтан кейін маслихат деген да. Демек, Рамазаннан кейін басталады. Бізді келесі Рамазанға дейін бойымызда Рамазанның қасиеттері көрініп тұру керек. Ертең қажылықтан кейін де қажылықтан кейін басталады. Біздің бойымызда не көрініп тұру керек? Қажылықтағы әдеп, мұсылманның этикалары көрініп тұру керек. Сол кезде басқа адамдар бізді ғибрат көріп, Құдай қаласа, мен де қажылыққа барамын, мына кісі алдын басқаша адам еді, қалай қажылыққа барып келді, не деген керемет адам болып кетті, берекелді болды өмірі, жақшығаны өзгере бастады, қой мен де баруға әрекет қылайын деп, біздер адамдарға не болуымыз керек? Үлгі, ғибрат болуымыз керек. Ол үшін өзімізді, Құдай үшін жақсылап, нәпсімізді тәрбиелеп мына жерлерде. Былайша айтқан кезде телефонымыздың қуаты бітіп қызыл жанады ғой. Сол сияқты қызылым жанып келдік бәріміз. Бұл жерден Кағбаға ана нені трайникті тығып қойып тұр, қазір заряд алу керек бәрімізге. Жақсылап тұрып, ананы 100-ге толтырып алып, соны істеу керек, елге барғанда да үнемдеп жүру керек. Сол деңгейден түспестен, түсінесіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалары мәл жихад деп сұраған. Я Расулалла, енді пайғамбарымыз заманында мынау соғыс нелерін мүшриктер көп ұйымдастырды. Сондай соғыс заманы болып тұрғаннан кейін сахабалар пайғамбарымыздан жихад жайында сұрағанда хадисте. Мәл жихад деді. Жихад дегеніміз не Расулалла? Жихадтың жолдарын айтыңызшы деген кезде әл-жихадул әл-хаджил мабрур деді Расулалла. Жихад дегеніміз ол қабыл болған қажылық дейді Расулалла. Не дейді? Жихад деген не екен? Қабыл болған қажылық деді Расулалла. Хадис осымен тамам. Соны хадис танушы ғұламалар осыны зерттейді. Пайғамбарымыздан сахабалар не жайында сұрады? Соғыстың жолы қалай болады? Қалай болу керек? Соны сұрап жатса олар. Пайғамбарымыз жауабы не болды оларға? Қабыл болған қажылық деді Расулалла. Екеуінің не қатысы бар? Бір-біріне қатысы бар дейді. Не ол десе? Мынау қажылықтан кейін, яғни қажылықта анаңыздан туылғандай күнәңнен толық айығасың дейді. Мол сауап берілді саған. Деңгей көтеріп кетеді екен да қажылықтан кейін. Енді сол деңгейде ұстап жүре алсаң, сен жихад жасаған адамсың дейді. Яғни ертең елімізде нәпсімен күресу жихады басталады бәрімізге. Яғни елді, отанды қорғау соғыс, бұл кіші соғыс деп айтылған хадисте. Яғни мына Табук соғысынан келе жатқан кезде Омар ибн Хаттаб, я Расулалла, бүгін өте үлкен соғыс болды деген кезде, жоқ, біз кіші жорықтан үлкен жорыққа қайтып баратымыз деп айтқан Расулалла. Сонда жаумен соғысқан жорықты кіші деп тұр да Расулалла. Ал елді не деп жатыр? Үлкен жорыққа деп жатыр Расулалла. Бұл көзге көрінбейтін нәпсі шайтан, от сомен жорық басталады ертең елімізде де. Сонда
қабыл болған қажылық деп тұрғанда, сол қабыл болған қажылықтың деңгейіне нәпсімізбен күресіп жүре алсақ, деңгейің түсмейді деп тұр онда. Деңгей не істейді екен? Сөйтіп, адамдарға ғибрат бола алсақ, онда адамдар не істейді? Адамдар үлгі алып, оларды әрекет қылады екен. Бұның екінші жағы бар. Сол баяғы жартас, сол жартас болып, ертең елге барған кезде де арағы бар, тойы бар ма, басқа тойға бар, кіріп кете берсеңіз, құдағиыңызды, құдашаңызды ертіп, ортаға алып шығып, билеп, жердің шаңын шығарып, теуіп билеп жүрсеңіз, бірақ қажылыққа алып келген қажы екенсің да. Сөйтеді, әлі қажылыққа келмеген адамдар, олар да ішімдігін жалғастырып жүре беруі мүмкін, басқа бір амалдарын, ертең қияметте сені сатады солар дейді. Неге десе, мына кісі қажылыққа барып келді, мен қайдан білейін оны? Мен ойлап қалдым, бұл рұқсат етілген амал екен ғой, енді бір тиылса, қажекеңдер тиыла керек деп ойлаған ем, мына кісі қажылыққа барып келді, араға бар тойда да билеп жүре берді. Мен дұрыс деп ойлап қалдым деп, сол сені сатады жерде дейді, мақшарда. Сөйтіп, не болады? Сол біреудің істеген күнәсін сен алып келеді жерге, сүйреп алып келеді дейді. Мынау сені үлгіде айтып жатыр ғой сен. Ол керек па сізге? Яғни біреудің істеген қылмысына сіз сол жерде тартылайын деп тұрсың. Саған керек па сол проблема? Керек емес. Сол үшін хаққымыз жоқ. Қажылықтың несіне сөз келтіруге ешқайсымыз хаққымыз жоқ. Ал қажылық деп тұрған жағы неде? Кағба тұр бұл жерде. Кағба. Енді Алла қаласа, мынау сәл күнде күніге дәрісімізді қойып жалғастырып үйретем, айтып отырамыз. Алла қаласа, негізгі қажылық маусымдар алдымызға келе жатыр. Ертең Минаға барамыз. Мина шатырында бір күн алдын Арафатта не болады? Арафатта жүрген кезде Муздалифадан естейміз. Муздалифадан қайттан Минаға келіп Жамараттан естейміз. Бір күн алдын айтып отырамын иншалла. Дәріс жібермеңіздер, уайымдамаңыздар. Группамен, топпен жүрсеңіздер, бәрі жеңіл өтеді иншалла. Білем дегендер солар адасып жатыр көп жағдайда. Мен алдым келген білем дейді де, қарасаң адасып, қиналып жүргендер солар негізінде. Жоқ, бұл үлкен қажылыққа башқан кезде өте ықтият болыңыздар. Бұл намаз бір күнде неше мәрте? Парыз? 5. Ораза ше? Бір жылда? Бір мәрте. Бір жылда бір мәрте келеді Рамазанда. Зекет ше? Яғни жағдай зекет бере алуға несі болып толған бірақада бір жылда неше мәрте? Үлкен қажылық ше? Өміріңде бір мәрте. Яғни өмірімізде бір мәрте істейтін амалды Алла Тағала бізге шанс берді, оны жақсылап орындау керек. Сол үшін Алланың қалауымен маман ретінде біздер жандарыңызда қызметте жүрміз. Сол үлкен қажылықты бірігіп, бәрі шариғатта сұрақ белгісінің өзі қалған мәселе жоқ, бәрінің жауабы бар. Бәрінің дәлелі бар, бәрін қалай істеу керек екен, бәрін жандарыңызда айтып жүреміз иншалла. Оны істеу керек, тек қана топпен бірге. Кеше Аллаға шүкір тауапты да енді жақсы аяқтадық кеше. Алланың жеңілдігі ол, өйстіп аяқтап тастаймыз Құдай қаласа. Яғни үлкен қажылық бұл, жаңа айтқандай, өмірімізде бір мәрте парыз. Соны елдегі адамдарға жеткізейік. Қажылыққа бармайсың мәсе, өткенде бір ай болды барып келгенім дейтіндер бар елде. Жоқ, ол умра ол бір ай алдын барып келгенің. Ол не ол? Ол умра. Бірақ умраға келген адамдар мойнына не түскен жоқ әлі? Үлкен қажылықты жасады деген парыз түскен жоқ. Немесе Рамазанның соңғы 10 күнінде, Рамазанның осындай ектегіпқа келіп, осындай тауапқа келсе, үлкен қажылық сауап алады деген сияқты осындай мәселеде естіп алып, мен сонымен рәшет қып қойғам деп жүргенде болмайды да. Яғни үлкен қажылықтың сауабын аласың, бірақ мойныңнан әлі не істеген жоқ. Яғни өзің келіп осындай орындамайынша парыз әлі орындалған жоқ. Міне соны қарасаңыздар, Алла Тағала бізге нәсіп етіп тұрды иншалла. Сол үшін енді бір нәрсемен тоқтайын әңгімемді, ертең тағы жалғастырамын иншалла. Біз жаңа айтқандай үлкен құлшылық маусымы күндер жақындап келе жатыр, өте жақын қалды. Яғни осы күнді жылдар күтіп келе жатырмыз біздер.
Үлкен қажылықты. А оған мынау кішкене кір жиналып қалған жүрегіміздегі сәл бір күмән нәрселермен баруға болмайды. Оған не қалай бару керек? Таза жүрекпен бару керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағала сіздердің мынау түр әлпеттеріңізге қарамайды дейді. Ақсын ба, қарасын ба, сарысын ба, қарамайды оған. Алла тағала сіздердің мына дене бітімдеріңе қарамайды дейді. Семізсің ба, арықсың ба, ұзынсың ба, қысқасың ба, қыз бала ма, ұл бала ма, оған жынысқа Алла қарамайды дейді. Алланың қарайтыны янзур иля қулубикум ва амаликум дейді. Алла тағала сіздердің жүректеріңізге қарайды, амалдарыңызға қарайды дейді. Сонда Алланың алдында есепке алынатын осы екі нәрсе мықты болу керек. Мынаңызды қанша әдемілегеніңмен, бірақ жүрек кір болып тұрса, мына жерде мұсыр тұрса, ол қабылданбайды, Құдай сақтасын.